дегенде сендер бұны жеңіл күнә деп ойлап жүрсіңдер. Тіпті күнә емес деп. Жаңағы бір бауырымыз мына жақтағы бір қыздың WhatsApp-ына сізбен таныссам бола ма деп жазғанда, сіз оны жеңіл деп жүрсіз, жеңіл. Сол нәрсені сіз жеңіл десеңіз, Алла тағала айтады: "Ва хуа индаллахи азим", бұл Алланың қасында ұлы, зор нәрсе, зор күнә. Неге зор күнә? Өйткені ол жүрегіңді өлтіріп жатыр ғой. Өйткені ол жүректегі өзі бір кішкентай иман ет, оны тепкілеп жатыр ғой, ұрысқа қойып қойып. Жаңағы көріп жатқан нәрсе сенің иманыңа түкіріп жатыр. Сен соған риза болып қарап отырсың. Уже ләззаттар, гормондар басқаша жұмыс жасап жатыр. Рухани мәселеде иманмен байланысты нәрсе емес. Шайтан көздеген мәселелер болып жатыр. Өзіңіз ойлаңыз. Махаббат. Біз Алланы күллі нәрседен артық сүйеміз дейміз. Жаңағы жағдайда, егер мен Алланы артық сүйетін болсам, мен міндетті түрде тоқтар едім. Бірақ мен тоқтамай жатыр. Менің көңіл қалауым басқарып жатыр. Бағанағы жүректегі нәрсені көрдіңіз ба? Мына нәрсені істеуге бола ма, болмай ма? Маған қарауға бола ма, болмай ма деген кезде уахи келеді де, жаңағы аятта келеді. Міне, ұсыныс дейді, мәжбүрлемейін дейді Алла тағала. Мәжбүрлесең барлығың тура жолда болып кетесіңдер. Саған иман берген, иманмен ұялып, мынаны жүрегіңе кіргізуге. Сен бұған қоя тұр дедің де, көңіл қалауын қабылда.